Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Сіздермен бүгін көпшілікті мезететін ауыздағы жағымсыз иіске жақсы көмектесетін ең зиянсыз, ең нәтижелі, ең пайдалы әдіспен бөліскім келіп жатыр. Бұл әдіс сонымен қатар тістің де ағаруына, зиянсыз ағаруына жақсы көмектеседі. Және де бізге бар болғаны бір ғана зат керек болады, ол осы кокос майы. Кокос майын тазасын таңдаймыз, оны қалай таза екенін білеміз. Егер ол комнатный температурада немесе салқын жерде тұрса, қатты болады. Ал оны немесе жылытып жіберсеңіз, немесе ыстық жерде тұрса, ол кәдімгі сұйық түрге айналады. Сол арқылы біз оның таза екенін білеміз. Енді бұны қалай қолданамыз? Күнде азанда тұрған кезде тісімізді жумай тұрып, су ішпей тұрып, біраз қасығын немесе бір шай қасығын алғашқы кезде аузымызға алып, 10 минуттай, 15 минуттай шаямыз, аузымызда ұстаймыз. Одан кейін барып, шайып тастап, қасықтың немесе щетканың көмегімен тілде жиналған қақтарды, осы кокос майы жібітеді, соны қырып алып тастаймыз. Осы әдіс арқылы ауыздағы бактериялар кетеді, тіс ағарады, және ауыздағы жағымсыз иіс кетеді. Осыны күнделікті қолданамыз, ешқандай зиян жоқ. 1 ай, 2 ай, 3 ай қолдансаңыздар да болады. Әр қолданған сайын сізде нәтиже байқала бастайды. Міндетті түрде қолданып көріңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы, жақсы да пайдалы ақпараттарды бөлісетін боламын. Сіздермен болған Феруза.